Күйеуімнің бүгін Алматыға кететін күні. Бұл жолы тағы да алып кетпейтін болдыңыз деп ренжіп жүрген едім. Бірақ ренжігеннен не пайда, бәрібір алып кетпейді ғой деп, осылайынан тез тамақ жасауға кірісіп кеттім. Қанша тырыссам да алып кетпейтінін біліп тұрмын ғой бәрібір. Енем кетпей жатып манты жеп кетсін деген соң, осылайынан тез начинкаларын дайындауға кірісіп кеттім. Соңғы кездерде қызым менен басқа ешкімге оңайлықпен көнбейтін болып қалыпты. Қызыммен жағаласып отырып қамырымды илеп, начинкаларының барлығын дайындап қойдым. Қамыр жаятын уақытта енем келіп, 2 дуаламды тез жайып берді. Мен барлық начинкаларын салып, бүгіп, мантаваркаға жайғастырып қойдым. Көз қорқақ қол батыр деген осы екен ғой деймін да. Күйеуім кеткенше пісіріп үлгермейтін шығармыз деп едім. Барлығына үлгеріп, асықпай тамағымызды да жеп алдық. Сонымен кеше күйеуімді Алматыға, бүгін енемді Астанаға шығарып салдық. Әдеттегідей үйде тек қайнатам екеуміз бала-шаға ғана қалдық. Енді қайтадан жұмысқа бару үшін балдарды төркінге тасып, ала сүріп үйге қайтып, общем, екі ортада жүру басталды енді. Үйде бас жууға 1 грамда уақыт жоқ. Сонымен бүгін Айдана екеуміз салонға жудыра салайық десек, әшейінде 1000 теңге, 1500 теңгеге жуғызып жүрген едік. Бүгін деген мына салонға кірсек, аттың құнын сұрап, біткеннен кейін 5000 деп тұр ғой, масқара. Олармен сөз таластыруға уақыт та жоқ, желание да жоқ. Сонымен үндемей 5000 теңгесін беріп, жұмысқа қарай шығып кеттік. Айтпақшы қыздар, біздің жұмыс парақшамызда активны болған жандарға тегін сыйлықтар таратылып, оригинал Dyson мен Дубайға жолдама ойнатқалы жатырмыз. Менің оқырмандарымның қандай активны екенін көрсетіп, жұмыстағы TikTok парақшамызды 5000-ға 10.000-ға жеткізіп тастаңыздаршы. Астына TikTok парақшасын қалдыратын боламын. Алдын ала рахмет. Дубайға бару мүмкін менің оқырманыма бұйырар.